Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін біз уш-уshmak әзірлейтін боламыз. Алдымен жылы сүттің үстіне шекер қосамыз. Содан соң оның үстінен кішкене қасықтап ұн қосып жібереміз де, оның үстінен кейін дрожж қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң оның үстіне сары май қосып, одан кейін оның үстінен тұз, шекер қосып, жақсылап араластырамыз қолмен. Кейін оның үстінен ұн қосып, тағы да қолмен араластырғанда бізде мынадай қою қамыр шығады. Содан соң бұл қамырды біз қақпағын жауып, жылы жерге 1 сағатқа салып қоямыз. Мен оны видеоға түсіруді ұмытыппын. Ал енді біз пиязымызды қуырамыз. Содан соң картопты теркадан өткіземіз. Онымен өткізіліп қойған. Кейін екеуін қосып бірге араластырамыз. Үстіне тұз, бұрыш қосамыз, қара бұрыш. Қасықпен араластырамыз. Содан соң оның араластырып болған соң оның үстін мұжып шығамыз. Бағанағы біздің шыққан қамырымызды осылай кесіп, осыны дөңгелек кішкентай формочкалар жасап қоямыз. Бізге кейін қамырды жаю үшін оңай болу үшін, жаюға оңай болу үшін сөйтіп мұны осылай жаямыз. Осындай кішкентай дөңгелек шығу керек. Осының ішіне біздің начинкамызды, бағанағы дайындаған картопымызды саламыз, картоп пен пиязымызды. Сосын оны жауып шығамыз. Жақсылап тұрып, қысып тұрып жабу керек, әйтпесе ашылып кетіп, сыртына шығып кетеді. Өздеріңіз қалаған формада жасасаңыздар болады. Біз осындай сыртына шығып кетпеу үшін осындай формада жасадық. Сіздер 3 бұрыш жасасаңыздар да болады, дөңгелек жасасаңыздар да болады. Кейін жұмыртқамызды сарысы мен ағын араластырып, оны біздің қамырымыздың үстіне жағамыз. Кейін жылтырақ болып пісу үшін осылай жұмыртқа жағамыз. Кейін оны газдың астына саламыз. Міне осындай керемет уш-ushmak дайын болды. Маған тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.